Баршаңызға сәлем, мен құрметті көрермендерім, сіздермен бұл торшердің екінші бөлімін өтеміз. Яғни ары қарай жалғастыратын боламыз өткенде гүлдерімізді. Мынау менде осындай арнайы белдікке арналған материал. Осымен корзинканың сыртын қаптайтын боламыз. Мынау бізге тоғымызды жалғау үшін включатель. Яғни тоқты қосып өшіретін розеткамыз. Мына жерде мен осындай кордонды бір-біріне изолентамен байлап алдым. Бұл жай фольганың ортасында не болмаса пергаменттің ортасында осындай кордондар болады, соны алсаңыздар болады. Байқасаңыздар, мен мына жерде үш жерін осылай кесіп дайындап қойдым. Осы арқылы біз тоқты шығаратын боламыз, яғни біздің розеткамыз шығып тұру керек. Мынау менде жай ғана қарапайым шелектер. Оның шетін алып тастады, мен екі шетін. Осындай үстіңгі бөліктерін кесіп алып тастай саласыздар. Ол бізге қажет емес. Және де мен мына жерге байқасаңыздар, кішкене шамалы осындай ойық жасап алдым. Яғни бұл біздің торшеріміздің жаңағы тоқ шығатын жері. Мынау мен бұны арнайы осындай дрельмен дайындап алғанмын. Осылай алдын ала кесіп дайындап алсаңыздар болады. Ең маңызды бөлігі бізде осы тоқ. Яғни біз бірінші мына тоқты шелегіміздің сыртын қаптамас бұрын ішіне енгізіп дайындап алатын боламыз. Біз осылай дайындап қоямыз. Тоғымыз өтті. Енді қазір бұны біз кордонды дәл ортасына осылай салып көретін боламыз. Осылай қоямыз. Бұл болашақта біз бұны қатыратын боламыз цементпен. Оның барлығын қазір түсіру барысында түсіндіріп өтемін. Біз міне торшер гүлдерімізді алдыңғы сабағымызды дайындап қойған едік. Енді осыны осылай өткізіп аламыз. Үшеуін бірдей етіп өткізіп қоямыз осылай. Тоққа жалғайтын боламыз. Яғни бұл жерде қарасаңыздар, қоңыр түске тек қана қоңыр тоқтарды жалғайсыздар, көк түске тек қана көк тоқтарды жалғайсыздар. Міне біздің светіміз жанды, яғни үшеу гүліміздің үшеуі де жанып тұр. Тексеріп аламыз алдын ала. Бәрі жақсы. Үшеуі де жанып тұр. Мына жақта менің тоғым. Осылай жалғап алдым. Енді осыларды изолентамен арнайы орап тастаймыз. Қосып өшіретін менің включателім. Тоқ ұрмас үшін, тоқ бір-біріне тимес үшін осылай изолентамен орап ашық жердің барлығын жауып тастайсыздар. Бұл өте маңызды. Болды. Енді шелегімізді қазір енді астыңғы шелекті жалғап бітірдік. Енді үстіңгі шелектің астыңғы бөлігін ойып алып тастадым. Мынау түбі болатын осындай. Осыны мен екінші шелектен кесіп алып тастадым. Енді үстіңгі шелекті астыңғы шелекке желімдейтін боламыз. Ол үшін біз мына шелектің қазір бір шетін, бір қабырғасын кесетін боламыз. Әйтпесе гүлдеріміз тым үлкен болғандықтан шелегіміз өтпейді. Сол себептен осылай кесіп, осылай ғана жалғай саласыздар. Бұл қазір қаптаған кезде білінбей, көрінбей кетеді. Сол себептен де бұдан қорқатын ештеңе жоқ. Осылай қойып аласыздар да ғана ортасын желімдеп шығасыздар, және де астында желіммен түгел жабыстырып шығатын боламыз.
дәл осылай жалғастырып желімдеп жабыстырып тастайсыздар. Қараңыздар, мына жерден желімдеп жатырмын мен. Осылай жалғастырып желімдеп қоясыздар. Міне менің корзинкамның сырты. Енді мен қазір осыны ұзынша етіп жабыстырып алдым. Мынау жіпті ленталарымды осыны фоамиранмен де изолонмен де жасасаңыздар болады. Бірінші бізге қазір корзинкамыздың сыртын өретін кезде мынау трубаларымыз кедергі жасамас үшін алдымен бұны қатырып алатын боламыз. Ең алдымен мынау тоғымыздың бетін кез келген бір затпен жауып тастаймыз. Менде мына жерде крышка, яғни қақпақ, ойыншықтың қақпағын алып осылай бетіне қойып қоятын боламын. Бұл болашақта біздің тоғымыздың қауіпсіздігі үшін. Себебі мен қазір цементті сумен араластырып салмақ болу үшін мына шелектің ішіне құятын боламын. Сол кезде бізде мына тоғымыз дымқылданбауы керек. Сол үшін қауіпсіздік үшін арнайы бетін осылай бастырып тастайтын болам. Енді мынаның барлығын мен қазір су араластырамын дағыны осы шелектің ішіне астыңғы шелекке толтыратын боламын. Тек астыңғы шелекті жартылай қатты ауырлатып толтырсаңыздар болды. Бұл бізге салмақ үшін қажет, себебі біздің мынау гүлдерімізді көтермей қалады. Ал үстіңгі бөлігіне жай ғана губкамен синтефон ғана қойып шықсаңыздар болады. Мынау мен өріп бітірейін деп қалдым. Қарасаңыздар, бірінші ұзынша етіп жабыстырған жіптеріме екінші жіпті көлденеңнен қойып, дәл осылай сетка тәріздес, шахмат тәріздес етіп өріп шыға бересіздер. Бұны изолоннан да, фоамираннан да жасап алсаңыздар болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне дайын болып қалды. Бітейін деп қалды. Міне өте керемет көрінеді. Түнгі шамымыздың түнгі көрінісі осылай болады. Қазір енді жапырақтарын жасайтын боламыз. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Алдын ала жапырақтарын осылай кішкене фенмен қыздырып алып, менің өзім жасаған, қолдан жасалынған осындай молдым бар. Осыған бастырып аламын. Сол кезде жапырақтың кішкене болса да шынайы бейнесін беретін болады. Осындай пастель арқылы боясаңыздар да болады, боямасаңыздар да болады. Бұл міндетті емес. Бірақ мен өзім бояйым деп шештім, себебі маған осылай көрінген жапырақ әлдеқайда шынайы болып көрінді. Сол себептен осылай бояп шықсаңыздар да болады. Бұның артына үстіп темірмен изолонның қалған бөлігінен желімдеп жабыстырып тастаймыз, көрінбейтіндей етіп. Жапырағымыз сонда әдемі көрінетін болады. Осылай желімдеп шығасыздар. Болды, енді біздің жапырағымыз дайын. Жапырақтарымыздың барлығын жабыстырып қойдық. Міне, енді қалай бекітеміз енді? Гүлімізге бұны бекіту үшін осылай темірді қаттырақ тартып байлайсыздар гүлдің сабағына. Байқасаңыздар, мен тейп лентамен трубамды жұқа бір қабатта етіп қана ораған етімін. Себебі екінші қабатын қазір осылай жапырақтарымызды қойып біткен соң үстінен тағы да қабаттап орап шығатын боламыз. Сол кезде біздің гүлдеріміздің сабағы қалыңдау, қанық түсті қою жасыл болып әдемі болып шығатын болады. Қараңыздар, жұмыс бітті. Күндізгі көрінісі осындай болып шыққан.
жапырақтарымыздың орналасу тәртібі осылай болды. Егер де аз қылам десеңіздер де болады. 3 жапырақтан мен әр гүліме 5 жапырақтан салдым. Тек мынау раушан роза гүліме 3-3-тен 2 жаққа жапырақ салып шықтым. Түнгі көрінісі осындай. Осындай түрлі түсті торшерлерді әртүрлі көлемде етіп жасап табысқа шықсаңыздар да болады, сатылымға жасасаңыздар да болады. Әртүрлі мейрамдарға осы гүлдерді өздеріңіз қолдарыңыз жасап сатсаңыздар да болады. Өте керемет жұмыс бұл. Әсіресе қол өнерге қызығатын қыз-келіншектер, үйде отырған қыз-келіншектер үшін керемет бизнес.